Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен мен бота ыстық тағамды осылай әдемі етіп ұсынуды көрсетпекшімін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Осы видеоның ішінде мен күрішті қалай өте керемет етіп пісіруді көрсететін боламын. Егер де күріш пісіре алмайтын болсаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған табаға сұйық майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Ет міндетті түрде үлкен кубик болуы тиіс. Сонда өте әдемі көрінеді. Қатты майдаламаңыздар етті. Менде кішкене майлы ет. Өздеріңіздің қалауларыңызша қандай ет қолдансаңыздар да. Мұнда менде жылқы еті. Жас ет болғандықтан қосып жатырмын. Негізінде жұмсақ сиыр еті болса да болады. Осылай жақсылап қуырамыз. Жай орташа отта, және де кішкене суы шығуы тиіс. Орташа отта осылай кішкене қайнауы тиіс өз суында. Міне суы тартылды менде. Суы тартылып, тек май қалған кезде осылай пиязымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да қуырамыз. Пияз кішкене солыңқырағанша. Пияз кішкене қуырылғаннан кейін 1,5 ас қасық томат пастасын салып тағы да қуыратын боламыз. Міндетті түрде томатта кішкене қуырылсын. Бір қызанақты майдалап турап жіберсеңіздер болады. Менде қатырылған түрі қызанақтың салып бірденен бетіне су құятын боламын. Айналдыра жақсылап су құйғаннан кейін араластырамыз. Суды көп құймаңыздар. Еттің бетін кішкене жауып тұрса жеткілікті. Себебі тым суы көп болып кетсе де гуляшымыз шықпай қалады. Осы кезде тұз, бұрыштарыңызды, дәмдеуіштеріңіздің барлығын салыңыздар, өздеріңізге ұнайтын. Бетін жауып, қайнаған соң баяу отта 1 сағаттай ет жұмсарғанша пісіреміз. Енді гарниріне күрішті пісіретін боламыз. Ең алдымен табаға 3 ас қасықтай майды құямыз. Менде бұл жерде 1 тола кесе күріш. Осылай барлығын саламыз. Күрішті өте жақсылап 5-6 қайтара жуатын боламыз. Су мөп-мөлдір тап-таза болу керек. Бір крахмалының барлығы жуылып кетуі керек. Сонда ғана күріштеріңіз шашылып түседі. Егер де сыртында крахмал кетпей қалатын болса, күріштеріңіз бір-біріне жабысқақ болып шығады. Ең алдыңғы бірінші ереже осы: күрішті жақсылап жуу қажет. Енді жай отта осылай кішкене маймен жақсылап араластырып аламыз да, бірденнен бетіне су құямыз. Мұнда менде 1 кесе күріш болса, су 1,5 кесе су. Көз мөлшермен алған кезде су күрішті толықтай жауып тұруы тиіс. Дәл осылай. Міне бірденен менде қайнап жатыр. Мен мұнда жылы су құйдым. Енді бетін толықтай жауып, өте жай отта 20 минут бойы пісіретін боламыз. Дәміне қарай тұзды салыңыздар. Енді бетін жауамыз. Міне 20 минуттан кейін бетін ашып көріп жатырмын. Күріш осындай болып шығады. Шашылып тұр, байқағандарыңыздай. Асты да күймеген, өте әдемі болып шыққан. Толықтай суы тартылды. Міне керемет, бір қиын емес, өте оңай дайындалу жол. Осылай дайындап тұрыңыздар. Бандуэль жүгерісін қосуды шештім гарнирге. Өте дәмді болады. Жүгеріні қосу міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызша. Осылай барлығын араластырып, бетін жауып қоямыз етіміз піскенше. Еттің суы тартылып, 50 минуттың көлемінде пісіп қалды. Менде жұмсақ ет болғандықтан. Енді бетіне 1,5 ас қасық ұнды саламын. Ұнды өздеріңіздің қалауларыңызша кішкене қоңыр қайғып қуырып салсаңыздар да болады. Мен бірденен салып жатырмын. Ештеңе етпейді. Жақсылап қозғаймыз. Қозғағаннан кейін 5 минутқа жай отта тағы да бұқтырып қоятын боламыз. Ұны піскенге дейін. Тамақ ішетін кесеге, шай ішетін кесені осылай төңкеріп салып қоямыз. Осылай 2 шетінен 2 гарнир саламыз. Немесе сіздер 1 гарнир ғана болса, осылай толықтырып, барлық шетінен салып шығамыз. Мен 2-ші гарнирге картошкадан жасалған пюрені қостым. Пюре жасау оп-оңай, білесіздер. Картопты қайнатып, және мен сүт ештеңе қоспадым. Май, кішкене су қосып жібердім картопқа. Осылай күрішті бірінші тығыздаймыз. Жақсылап. Екінші шетінен картопты салып, дәл солай тығыздайтын боламыз. Егер де тығыздамасаңыздар,
бекер болып қалады осылай жасап жатқандарыңыз. Тарелкаға салған кезде шашылып қалады гарнир, сондықтан да кішкене тығыздаңыздар жақсылап. Тарелканы бетіне жауып тұрып осылай төңкеретін боламыз. Төңкердім, және көтерген кезде өте оңай шешіледі. Міне кішкене сәл сілкісеңіздер болды. Міне осылай кесені ала саламыз. Егер де шеті шашылып жатса, осылай кішкене қысып қойсаңыз болады. Енді гуляшымызды өзін салатын боламыз ішіне. Егер де менің видео рецептім ұнаса, қазақша каналды, қазақша контентті қолдау мақсатында міндетті түрде комментарий қалдырып, және де лайк баса отырыңыздар. Және де басқа да өздеріңізге жақын адамдармен менің рецепттерімді бөлісе отырыңыздар. Менің каналымда сізге керекті өте көп рецепттер бар деп ойлаймын. Және де Алланың қалауымен алдағы уақытта да көп рецепттер болады деп сенемін. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписация батырмасын басып, және колокольчикті де жанында басып қойыңыз. Өзіңізге ұнаған кез келген ас-көкті осылай салып, сәндеп дастарханға ұсынсаңыз болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.